Авокадо несімен құнды? Жеміс А дәруменіне, фосфорға, магнийге, кальцийге, темірге, мырышқа және марганцитке бай. Авокадо сонымен қатар май қышқылдарының омега-3, лютеин мен бета-каротиннің көзі болып табылады. Сонымен қатар оның піскен мәйегіндегі жасұнығы жаман холестерин деңгейін айтарлықтай төмендетіні дәлелденген, ал бұл жүрек аурулары мен асқазан ішек жолдарының проблемаларын болдырмайды деген сөз. Бұл жемісті күнделікті тұтыну К дәруменінің арқасында сүйек беріктігін сақтауға көмектеседі. Салмақ жоғалту кезінде авокадо жеу. Авокадо құрамында майдың жоғары болуына байланысты диетаға жарамайды деген пікір бар. Дегенмен өнімнің негізгі бөлігінде дене жасушаларының оңтайлы жұмыс істеуіне ықпал ететін моноқанықпаған майлардан тұрады. Тағы бір артықшылығы, басқа жемістермен салыстырғанда авокадо құрамында қант өте аз. Жеміс шамамен 73% судан, 15% майдан, 8-5% көмірсудан және 2% ақуыздан тұрады. Қалай таңдап рационға қосуға болады? Піскен авокадоны таңдау үшін жемісті бас бармақпен және ортаңғы саусағыңыздың арасына қойып аздап басыңыз. Піскен жеміс басқан кезде жұмсақ болады, ал қабығы бүйірлене аздап түседі. Мұндай авокадодан салаттар дайындаған жақсы. Егер басқа да өте жұмсақ болып көрінсе, онда жеміс қатты пісіп кеткен. Оны езбе мен тұздықтар үшін қолданған жөн. Жемісті қажетті жұмсақтыққа дейін пісу үшін авокадоны қараңғы бөлме температурасында ұстаңыз. Содан кейін оны тоңазытқышқа қойыңыз. Арнамызға жазылып, лайк басып, комментария жазып, мені қолдап кетіңіздер.